Арнайы бейімделген спорттың пайдасы. Бейімделген спорттың пайдасы. Спорт адамның денсаулығын қалыпқа келтіретін құрал. Спортпен шұғылдану иммунитетті және төзімділікті арттырады. Жаттығулар жасау кезінде жүрек тамыр және жүйке жүйелеріне жақсы әсер ететін эндорфиндер шығарылады. Мидың ойлау және есте сақтау қабілеттеріне тигізетін пайдасы үлкен. Созылмалы аурулардың пайда болуының басты себептерінің бірі дене белсенділігінің болмауы. Дене жаттығулары белгілі бір сипаттары бойынша топтарға бөлінеді. Олар дайындық жаттығулары, негізгі жаттығулар, пассивті жаттығулар, белсенді жаттығулар. Бейімделген спорт дегеніміз, бейімделу спорт дамуында ауытқуы бар балаларды қалыпты ортаға бейімдеуге бағытталған спорттық сауықтыру сипатындағы жаттығулар кешені. Бейімделу футбол баланың барлық физиологиясын, атап айтқанда сенсомоторлы, перцептивті моторлы дамуын, танымдық қабілеттерін, ойда жоқта сөйлеуін, когнитивтік функцияларын түгел қамтиды. Ал ең бастысы, командамен жұмыс жасай отырып, ортаға бейімделе бастайды. Спорт балаларды біріктіреді. Балаға белгілі бір спорттық дағдыларды үйрету арқылы біз оларды қоғамға қосуына көмектесеміз. Мұнда суретте көріп отырғандай, балаларды топтық жұмыс жасап жатырмыз. Қолдан жасалған материалдан аяққа массаж жасап жатырмыз. Ал мұнда суреттерде көріп отырғандай, нейро жаттығулар арқылы балаларға қолдан жасалған материалдармен майтабан болдырмас үшін осындай жаттығуларды жасаймыз. Бұл материалдарды біз ата-аналардың көмегімен қамтимыз. Бейімдік дене шынықтыру мен спорт ерекше білімді қажет етеді. Балалардың жүйелі жаттығуына, шынығуына жағдай жасап, өздігінен әрекет етуге бастайды. Біздің жетістіктеріміз, мұнда біз көріп отырғандарыңыздай, мен және менің отбасым атты сайыстар өткізіп тұрамыз. Мұнда ата-аналар өте белсенді қатысады. Денсаулық баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние. Ал адам өміріндегі ең бағалы дүние болғандықтан, әр адам баласы өз денсаулығына көңіл бөле қарау қажет. Оны орынсыз ысырап етпеу керек. Үнемі денсаулықтың қорын көбейтіп отыру керек. Дендеріңіз сау болсын. Назарларыңызға рахмет.